Бәріне сәлем. Бүгін мен Walking War Robots ойыны туралы видео обзор түсіремін. Бұл ойын роботтардың соғысы туралы. Толығырақ айтқанда, біздің командада 6 адамнан және қарсылас командада 6 адамнан болады. Қарсыластарды жеңудің 2 тәсілі бар. Олар: бірінші тәсіл қарсыластардың бүкіл роботтарын жою арқылы. Яғни, қарсыластардың бүкіл роботы таусылғанша соғысу. Ал екінші тәсіл мүмкіндігінше көп маяктарды жаулап алып, қарсыластарға бермей ұстап тұру. Әр ойын 10 минутқа созылады, бірақ 10 минут қалай өтіп кеткенін білмей қаласыздар, өйткені ойын өте қызықты. Сонымен ойын ережесін түсіндік деп ойлаймын. Ал енді роботтар мен қару-жарақтарға келер болсақ, бұларды алтынға, сереброға және ВП-ға сатып алуға болады. Әр ойыншы соғыста 5 роботын қолдана алады. Бір роботқа ең көп дегенде 4 қару салынады. Қару-жарақтар да, роботтар да жеңіл, орташа және ауыр болып 3-ке бөлінеді. Жалпы бүгінге айтарым осы. Егер де сіздерге осы видео ұнаса, лайк басып, тіркеліп, қолдап отырыңыздар. Сіздермен болған Skynet. Көріскенше.